Сәлем, құрметті YouTube каналымыздың алтын көрермендері. Бүгін бізде асыға күткен Сұңқар Кубогы КВН ойындарының жартылай финалдық кезеңі. Өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай бізде қазір қызу дайындық жүріп жатыр. Яғни командаларымыздың дайындықтары өте керемет. Соңына дейін бізбен бірге болыңыздар. Қызықты сәттермен бөлісетін боламыз. Абай жолын оқытқан. Кеше мүгедектердің тойын жүргізіп тұрған тама дейді. Бәрекелді Арман мен Айгүл бақты осындар оң қол, сол аяқ. Кімде не бар жалпы соны көтерейік ағайын дейді. Онша емес па? Күтен өлеміз! Ортамызда бүгін Фараби құрамасы. Осы жайдарман тарихында сіздерге ұнайтын, сіздер үлгі тұтатын топ 3 команданы атай аласыздар ма? Мен біреуін айта кетейінші. Ағаларымыз ұлттық құрама. Сосын Эверест. Ол да ағаларымыз. Не? Сен команда білмейсің ба? Фемида. Жалпы кім ойнайтынын білесің бе сен оны? Кім? Өзің үшін. Ұнайды. Болды, кеттік давай. Кімге әртүрлі ғой? Төртінші, топ 4 штат сосын. Ағаларымыз. Мінекей достар, ортамызда КВН ойындарының координаторы Таңатов Рамазан. Жалпы бүгінгі ойынға дайындықтарыңыз қалай жүріп жатыр? Өте үлкен деңгейде, жоғары деңгейде болады деген ойдамыз. Дайындық күшті. Өте үлкен қызу дайындықтамыз. Кәдімгідей командалар дайындап осылай болып жатыр. Енді қазір сәл ғана үзіліс уақыты. Қай құрамаға жанкүйерсіз негізі? Жоқ, мен ешқандай жанкүйер емеспін. Менің міндетім тек ойынды әдемі өткізу, ешқандай қателіктер, кемшіліктерді жібермеу. Кім ұтса да шын әділ, шын жеңімпаз ұтсын деп тілеймін. Бүгінгі Сұңқар Кубогы КВН ойындарына қатысып жатқан барша командаға сәттілік тілеймін. Біріншіден, екіншіден шын әділ команда ғана жеңімпаз болсын. Ойын керемет өтеді деген үміттемін. Рахмет жауабыңызға. Жігіттер, одан бөлек. Біз еңіздер жартылай финалдамыз. Бізге де бір финалдық таң атар. Қаздай таң, Нұрсұлтан деп. Жігіттер, шыны керек. Бізге де бір финалдың нұры түсер. Ақнұр. Жоқ, жігіттер, Ақнұр. Байқадыңдар ма? Сондай бір епті командамыз ғой. Айбек Қуатбай еп. Қазір сахнада дейтін қорқу болмас. Бұл қазір наоборот сахна бізден қорқсын. Қызық деген болса, өздеріне 4 жыл финал ойнады ма, ойнамады ма, біздің интерес. Сағын күлеміз бірекші. Бүгінгі ойында барлық командалар сәттілік, ең бастысы жақсы ойын өткізіп, барша сұңқарлықтардың және келген қонақтардың көңілінен шықсақ болды. Аман болсын бәрі. Бейнір әпшеміз молодой, Ақнұр әпшеміз золотой, Айбек Қуатбай дорогой, Башықын ғажап қой. Нұрсұлтан ағамыз молодой, Ердос ағамыз золотой, Жұлдыз ханым ғой дорогой, Башықын ғажап қой. Өлең айтамыз. Кеттік. Достарым менің золотой. Could you know pump it up? You got to pump it up, you got to know pump it up, You got to pump it up. Әзілсіз адам ба? Қолы жүрер жағанда, әзілді адам аманда, керегі бәрібір қоғамға. Дей келе, Сұңқар Кубогы КВН ойындарының жартылай финалдық кезеңін бастаймыз. Хай. Сараңйо. Камсамида. Ассалаумалейкум. Бұйыртса ертең жұма деп. Жұма орайық достар. Құрметті жайдарманшылар, барлықтарыңызды күні ертең болатын жұмаға шақырамыз. Сағат 12:30-да барлықтарымыз Нұр Мүбәректің алдына жиналайық достар. Жұманың қонақтары. Аналар дінмен әзілдесіп жатыр достар. Достар, біз Айжанар екеуміз қазір сахнаның артындағы вайпты көрсететін боламыз. Бізде қазір сахнада миллиард командасы ойын көрсетіп жатыр. Қалай болғандығын қазір бірер минуттан кейін білетін боламыз.
ойыннан шығынша жалпы сезімдеріңіз қалай? Сезіміміз өте керемет, халық лықты отыр, бізге кәдімгі басында қобалжу болды, бірақ шын керек өз қобалжуымызды жеңдік, өте тамаша өнер көрсеттік деген ойдамын. Енді оны әділ қазылар өз бағын береді. Міне жаңа ғана сахнада физтех құрамасы өнер көрсетті. Жалпы сезімдеріңіз енді күшті болып тұрғаны көрініп тұр. Осы Жолдасбек сарайында өнер көрсеткендеріңізде неше жыл болды? 2 жыл болды, 2 жыл. Ровно 2 жыл болды. Бәріміз екінші жыл келіп тұр. Біріншіден маусымашардан өте алмай қалған болатынбыз. Биыл финалдамыз. Бұйырса иншалла. Эмоцияны сөзбен жеткізе алмай жатырмын. Мен андай интрига болды, совсем интрига. Мен бетіне шықтым мысалы. Тиісіп жүріп ойнадым енді. Білмеймін енді. Бір киінді, бір шешінді. В общем, кім дайындығы жақсы болды, сол ұтты деген не ғой. Ойын өте жоғары деңгейде өтті. Тартысты сын болды. Миллиард құрамасы жақсы қарсылас болды. 4-те шестермен. Өте қатты қарсылас болды. Шынымен интригаға толы ойын болды. Біздер осы сәтті күттік. 3-3 болғанда. Бейнірапке бізге бермей қоя ма деп қорқап едім. Барлығына рахмет. Қазылар арқасына. Сіздер ұйымдастырушыларға көп рахмет. Осылай ұйымдастырып, ерекше алғысымызды білдіреміз. Бұйырса финалда бұйырса айырамыз, жыртамыз. Бұйырса алып отырсам сен. Авторларымызға мың алғыс деп азын. Финалда Фараби құрамасын күтемін. Олай болса, физтех құрамасына финалда сәттілік тілейміз. Рахмет. Қай командаға жанкер болып келдіңіздер? Журналистика факультетінде. Журналистика факультеттерін жеңгенін қалаймыз. Біз солар үшін жанкерміз. Иә, ол жерде кино саласында да жаңа мамандарға дайындалып жатыр. Иә, соған біз қатты қолдауға келдік. Құран оқыдың ба? Жақсы ма? Жігерлер қайда? Жігерлеріңіз қайда? Қазір. Қалай екен? Аға тұрсын артыңызда. Қыдырбек Педро. Басына бұрым. Давай. Қыдырбек Педро. Рахмет үлкен. Чиға! Айырдық бе? Конечно. Мінекей ортамызда Эйфория құрамасы. Жалпы Эйфория құрамасы жаңа Авангард құрамасымен тартысты ойыннан шықты. Яғни жеңдік. Финалға өттіңіздер. Әрине Авангард құрамасы өте жақсы дайындалған, бірақ біз енді халықтың ықыласымен Аллаға шүкір жеңіске жеттік. Аға апа бар. Иншалла. Үлкен аға апамыз бар. Халықтың қалауы. Сол үлкен кісілердің арқасында, дайындықтың арқасында жеңіске жеттік. Жеңіс құтты болсын. Иә. Журналист болғаннан кейін өткір тілді, өткір ойлы және ұшқыр идеямен алға алып шықтық. Алға. Күшті. Ей, деп қойым ғой жаңа. КВН ойыншысы қандай болу керек деп ойлайсыздар? КВН ойыншысы әрине бірінші креативный болу керек. Осын өте ақылды болу керек, яғни оқу керек, білімді болу керек. Сонымен қатар жан-жақты болу керек қой. Өлең айтады, билеуде болу керек. Және ең бастысы жауапкершілігін мол болу керек. Иә. Уақытында келу керек. Уақытында келу керек. Редактураға да, жалпы командный ойынға да. Бұл еще командный ойын, яғни ұйымшыл болу керек. Болды. Рахмет жауаптарыңызға. Енді финалдық кезеңде сіздерге сәттілік тілейміз. Бұйырса жарып шығыңыздар. Рахмет. Бұйырса бірінші. И наша! Мінекей ортамызда сіздерді финалға өтулеріңізбен құттықтаймын. Өте керемет ойын болды, тартысты ойын болды. Осы финалға өтулеріңіз үшін үлкен бір дайындық, еңбек еткендеріңіз көрініп тұр. Енді сахнаға шығып бір жеңілдеп қалған шығарсыздар. Қандай сезімдесіздер? Өте керемет сезім. Күшті прям. Айдамаймыз, жеткізе алмаймыз. 3 ай уақыт өткен екен, маусымашардан бері халықтың қошеметін шынымен сағыныппыз. Енді бұйырса финалда тезірек болып бір кубокты алсақ деп отырған.
Бұйырса. Сіздерге финалда сәттілік тілейміз. Рахмет. Ортамызда Штат құрамасы. Сіздерді финалға өтулеріңізбен, жеңістеріңізбен құттықтаймын. Қандай сезімдесіздер жалпы? Шыны керек, енді финалға өткен әрбір команда шыны керек қуанып жүреді. Бізде де сондай, бірақ бір күн қуанамыз, ертеңнен бастап жұмыс жасаймыз. Себебі чемпион болу керек кім? Штат. Негізі сіз ойын көрсеткен жоқсыз ғой. Ойын көрсеткендердің эмоциясын бірге білейік. Жалпы ойын өте жоғары деңгейде өтті, өзіміздің ойдағыдай болып шықты. Әрине алда жұмыс істейтін әлі көптеген жұмыстар бар, бұлмен тоқтамауымыз керек. Чемпиондық атаққа деген нақты қадаммен біз штат құрамасы бұйырса осы жылғы үмітті ақтаймыз деген ойдамыз. Жарайсыздар. Сіздерге бұйырса финалда сәттілік тілеймін. Жайдарманшылар бауырмал бір-біріне депші. Бұйырса бәрін бірге финалда айтқандай бар. Мінекей достар, КВН ойындары да соңына тәмамдап қалды, марапаттау сәті болып жатыр. Алдағы уақытта финалға өткен командаларға сәттілік тілейміз. Өте тартысты да қызықты ойын болды. Келесі кездескенше.